Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірлі көрермендер, мінекей өздеріңізбен құнды құлшылық хабарында жүздесіп отырмыз. Аллах тағалаға сансыз мақтау мадақтар болсын. Біз сіздермен сұхбат барысында қажылыққа қатысты сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Зәуір бауырымыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум салам. Сізге бұрын мынау жол бастаушы, яғни гид дегенді тек қана осы белгілі бір мемлекетке барған кезде немесе белгілі мемлекеттен бір қонақтар келген кезде сол қонақтарға сол жергілікті жерді, сол жердегі жаңағы таныстыратын адамдар гид деп айтады. Сондықтан көретін едік негізі. Ал кейінгі кезде осы қажылыққа қатысты осы жол бастаушы деген жиі айтылатын болды. Негізі екеуі айырмашылықтары бар ма? Жол бастаушы деген Мекке Медина қаласында айырмашылығы бар. Өйткені басқа жерлерде тек қана несі көрсетеді ғой, қаланың. Мысалы, ескі қалаларының тарихын, қай уақытта салынғанын деген сияқты. Мекке Мединада жол бастаушының айырмашылығы барған қажылардың немесе умрашылардың жаңағы жасайтын ғибадаттарын дұрыс орындалуы қадағалап жүреді. Сол жерде айырмашылығы. Сосын жаңағы ол жерде адам көп болғандықтан адасып қалып кетпеуіне соған байланысты айырмашылықтар осында. Бүгінгі күнде өзіміз көріп отырғандай Қазақ Тревел компаниясының осы қажылық сапарындағы гид, жолбасшы қызмет атқарып жүрсіз. Жалпы бала кезде, оқып жүрген кезде, гид деген естіген кезде бір болашақта осы салада жұмыс жасайын, қызмет атқарамын деп ойлап па едіңіз? Жоқ, бала кезде мұндай нәрсені ойлаған жоқпыз. Бала кезде енді осы дін саласын бір бұрышында істесек деген ниет болған, арманда болған. Сол осы Мекке Мединада жол бастаушы қызмет істеп жүрміз. Қанша жыл болды жолыңыз? Негізі мен Сауд Арабия корольдігіне 2008-де барған. Содан бері қажыларды алып жүру содан басталған. Ал мына Қазақ Тревел фирмасында 2017-ден бастап. Яғни сіз осы жол бастаушы қызметіңізді негізі ол жақта оқудан бастап, оқып жүріп, көріп, біліп, солай оқып жүріп, келген кісілерді алып жүру, көрсету. Жалпы осы салада қызмет атқару үшін кез келген адам гид боламын деген адам үшін қандай қабілет, білім қажет? Ең бірінші жергілікті жерді жақсы білу керек, араб тілін меңгерген болу керек. Сосын қажылық және умра орындайтын шарттарын, парыздарын, жаңағы сүннеттерін білу керек. Өзіңіз қанша тіл білесіз? Енді біз ойлаймыз ғой, гид деген сол бірнеше тіл білу керек деп өзіңіз. Қазақ тілі, орыс тілден бөлек, жаңа араб тілі. Қажылық саласында, яғни араб тілі негізінен. Араб тілі негізі керек. Ағылшын тілін білсе де жақсы. Негізі жол бастаушы деген жалпылама бәріміздің ойымызда бір, енді сол қажыларға құлшылық көрсетеді деген мағына түсінік бар ғой бәрімізде. Бірақ негізгі қызметі қандай жол бастаушының? Жол бастаушының басты қызметі Мекке Мединада, әсіресе ең бірінші умрашылардың немесе қажылардың ғибадаттарын дұрыс орындауында және олардың қалып кетпеуінде, адасып кетпеуінде соны жол бастаушының басты міндеті сол қарап жүру. Және түсінбеген жерлерін түсіндіру, мысалы ер адамдардың жаңа ихрам халіне кірген кезде сабын суымен, иіс суымен қолданбау деген сияқты соның барлығын айтып жүру. Қайта-қайта айтып жүру керек. Бізде өйткені көптеген умрашыларымыз бірінші рет барғандықтан, бұл бірінші рет ғибадатты орындап жатқандықтан көбісі біле бермейді. Біз қажылыққа 2011 жылы барған кезде байқадық. Кейбір фирмаларда осы жол бастаушылардың саны көп, ал кейбір фирмалар санаулы ғана жол бастаушымен қызмет атқарады. Осы мәселеде не себепті кейбір фирмалар санаулы жол бастаушымен қызмет атқарады? Жол бастаушылар қаншалықты көп болса, соншалықты қызмет жақсы атқарылады. Яғни қауіпсіздік жағынан, ғибадатты орындалуынан. Ал егер жол бастаушылар аз болып жатса, онда ол көп адам жаңа игере алмай қалады, жол бастаушылар қанша білгенімен. Яғни сапардың сәтті, жаңағы құлшылықтың сауапты болу үшін жол бастаушы тікелей сол қажылық кезінде маңызды болады. Қажылық барысында жол бастаушының аздығынан немесе жоқтығынан қажы қандай бір қиыншылықтарға душар болуы мүмкін? Жол бастаушының жоқтығынан, аздығынан. Біріншіден Мекке қаласында енді умра жасайтын болса, кіші қажылық болса, ол жерде миллионнан астам адам болады.
жаңағы қонақ үйден барып келуі, тауап жасап жүрген кездегі сол жерде шатасып кетеді жеті айналымда, немесе сафа жаңағы сағиді жасайды ғой, сафа менен маруаның арасында кейбіреулер сол 7 рет емес 14 мәрте жасап қоятындар болады. Соның бәрі жаңағы жол бастаушының жоқтығынан сол жерде не айту керек, сафада тұратын қандай дұға айту керек, маруада тауап жасап жүрген кезде. Жалпы қажылық барысында енді пенде болғаннан кейін кейбірде мынандай жағдайлар кездесіп жатады сияқты. Енді өзім білімдікке салынып жатады. Мен өзім білемін, барған, естіген, мен мына жақтан сол жаққа дайындалған болуы мүмкін, барғаннан кейін жаңағы жол бастаушыға барғысы келіп жатады. Осы жағдай, осындай жағдай туындаған кезде не істейсіздер? Ол жаңағы келген умрашының білетінін білсек, көзіміз жетсе, ол кісі өзі жүре алады ол кезде. Ал егер жаңағы не болса, айтамыз группа дейміз, ол группадан бөлдірмейміз, бірге алып жүреміз. Ал егер жаңағындай өзі білетін рәсімдерді жасай алатын жағдайдағы адам болса, онда өзі жүре алады. Бірақ жаңағы байланыс арқылы телефон нөмірімізді беріп қоямыз, сол жердегі хабарда болады. Білмеген бір жағдайға ұшырап қалса да, оған фермер жауап бермейді, ол өз жеке басына жауап бермесе. Бұл кезде жеке басына жауап береді. Мүмкіндік бар, адам өз жауапкершілігін алу керек. Абзалы ферманың абзалы жол бастаушымен фермамен жүрген жақсы. Елден дайындалып барған азамат тіл білетін болса, ол үшін жол бастаушы қызметі керек пе? Әрине. Өйткені жаңа не дейміз, оқып, тауаптың қалай жасалу керек, сағидың қалай жасалу керек, парыздарын, уәжіптерін, сүннеттерін біледі, бірақ ана барған кезде шатасып қалады бәрі. Сол кезде жол бастаушының рөлі жақсы ойлайды бұл жерде. Яғни тауап жасаған кезде қай дұғаларды айту керек, тауаптан кейін жаңағы 2 рәкат оқу, қай сүрені, мысалы фатихадан кейін кафирун сүресін оқу керек, екінші рәкатында фатихадан кейін ихлас сүресін оқу керек деген сияқты. Оны Ибрахим мақамының арт жағына барып 2 рәкат оқу. Кейбіреулер сол жерге барып оқып аламыз, ол жерде тауапта адам көп болады. Мына бұл жерде намаз оқи алмайды. Сосын соларды арнайы бір жерге апарып намаз оқыту. Сосын сағи жасағанда сафаның төбесіне келген кезде маруаға сол екі ортада жүгіретін орны бар. Бұл жерде жасыл белгі бар, көрініп тұр. Бұл жерде жол бастаушының жаңағы маңызы өте рөл ойнайды да бұл жерде. Осы жерде көрсетіп жіберсе, жаңағы оқып келген, жаттап келген дұғаларын білетін кісі сол жерде айтып жүру керек. Яғни кітаптағы мәлімет пен іс жүзіндегі мәлімет екеуі басқа болуы мүмкін. Басқа болады. Өйткені неге ана жерге барған кезде адам көп қой. Адам көп, сосын көп дегенде қанша шамамен айтты? Миллионнан асады ғой. Ал мешіттің жалпы сыйымдылығы? Мешіттің жалпы сыйымдылығы 3 миллионға жақын кіреді ол жерге. Меккедегі мешіт. Бірақ 3 миллионға деген мысалы қабат сандар көп болғанымен бәрібір Кағбаның түбінде құлшылық жасағысы келеді. Кағбаның үстінде өзінің қаржығында 900 мың адам жүр. Мысалы группамен 100 адам, 200 адам кірген кезде білінбей кетеді ана ішінде. Жол бастаушылардың қызметі әсіресе Әл-Харам мешітінің төңірегінде, Әл-Харам мешітінің ішінде ерекше байқалады. Сонда көп қажылар өздерінің гидтерінен, жол бастаушыларынан көз жазып қалмауға тырысады. Бір мешітке кіріп шығу соншалықты қиын ба? Өйткені есіктерінің барлығы бірдей. Ұқсастығы бірдей. Тек нөмірінде ғана, жаңа есіктерінің нөмірлері бар ғой, 11-ші, 15-ші деген сияқты. Сол, мысалы біздің қонақ үйден кірген кезде есігіміз 25-ші есік болса, сол есіктен шыққан кезде басқа жақтан шығып кетіп жатады. Өйткені тауап Кағбаны айламайтын жердің барлығы есіктері ұқсас қой жаңағындай. Сол 25-тен кірген адам 84-тен шығып кетуі мүмкін. Немесе басқа есіктен шығып кетуі мүмкін. Еріксіз түрде итеріп шығып жүру мүмкін. Намаздың уақытысында жаңағы кіргізбей жабылып қалады. Басқа жақтан кіруге жібере береді. Сол жерден шатасып кетеді. Жол бастаушылардың қызметі Мекке Мәдинеден бастала ма, әлде елден бастала ма? Біз мысалы группа жиналған кезде жаңағы қазір WhatsApp арқылы Қазақстанда жүріп чат ашылады. Сол арқылы бәріне хабардар араласып жаңағы ер адамдарға ихрам мәселесінде, әйел адамдарға қандай киім алу керек, сол мәселелердің бәрінде осы жұмыс осы жерде басталып кетеді Қазақстанда. Қажылар қасиетті мекенге барғаннан кейін елмен байланысқа шығады.
халықпен туған доспен байланысу үшін. қазір Мекке, Медина қонақ үйлерінің барлығында жаңағы не бар, Wi-Fi желісі бар, интернеті бар. Сол арқылы енді қарт кісілерге балдар беріп жібереді, жаңағы смартфон дейміз ғой, солар беріп жібереді. Бірақ олар қайтып қосатын, қайтып қолданатынын білмейді. Сол барлығын көмектесеміз, Wi-Fi-ға қосып береміз. Бірақ көбінесе сол гостиница келген кезде хабарласады. Жаңағы түскен суреттерім болсын, жағдайын жеткен, сол бәрін Wi-Fi арқылы осы елдегі балдармен хабарласып тұрады. Бұл көбінесе қарт кісілерде болады. Апаларымызда, жаңағы аталарымызда. Ал жаңағы білетін кісілер жаңағы сол елдің сим картасын алып қосып алатындар бар. Кіші қажылық пен үлкен қажылықта жол басты жасау, яғни гид болудың айырмашылығы ғой. Енді кіші қажылық жеңілдеу ғой. Бұл жерде кіші қажылықтың рәсімдері бәрі сол Меккеде. Кабаның айнасында тауап жасау, сағи жасау, сосын шаш қысқарту, сонымен умрасы бітеді соның. Ал қажылықта енді бұл Минаға бару, Минада түнеу, азаннан бастап күн батқанға дейін Арафатта тұру, Арафаттан шығып Муздалифада түнеу, сосын азанда Минаға келіп, жаңа жамаратқа, шайтанға тас ату, осы жерлердің барлығында біздің қажыларымызды алып жүру. Жұмысы көп бұл жерде қажылықта. Яғни айырмашылығы үлкен қажылықпен. Аллах'та сол Меккеде Әл-Харам мешітінің төңірегінде өтеді. негізі ол умраның негізгі рәсімдері, яғни атқаратын умра бітті деп айту үшін қанша уақыт керек, қанша сағатта бітеді умраның рәсімдері? Енді менің өзім группа умрашылар біледі ғой, мен негізі түнгі 2-де апарамын. Түнгі 2-де апарамын, сөйтіп таң намазынан кейін қайтамыз. Сонымен бітеді. Сонымен бітеді. 2-2,5 сағаттың ішінде бітіреміз. Содан кейін ол умра құлшылық біткендіктен ол кез келген нәрсені сіз өз еркі. Иә, жаңағы енді біреулер армандап жеткен жерлер ғой енді. Құлшылыққа келіп жатыр, міне осындай жерге келдім деп туған туыстарына таратады. Көрсетеді былайша айтқанда. Кабаны көрсетіп жатады, зәм-зәм суын ішіп жатқанын көрсетіп жатады, қонақ үйлерін көрсетіп жатады. Осы бірнеше жылдық тәжірибеде өзіңіздің басыңыздан өткен, сіз күтпеген қажылық барысында орын алған жағдай есіңізге түсірсеңіз, қызықты жағдайлар. Осы былтыр емес алдыңғы қажылық, 2017 қажылығында бір қызық жағдай болды. Жаңа біз жол басқарушыға 25-30 адамға бөліп береді ғой. Сол кезде бір апамыз, қажы апамыз қажылықтың кезінде жоғалып кеткен ғой. Өзі кетіп қалған, өзі барып тауып істегені, бірақ жаңағы шатасы басқа есіктен шығып кеткен. Сөйтіп жаңағы біздің қажыларымызға бешік береді. Сода біздің жол басқарушылардың нөмірлері болады, сол елдің. Сол арқылы звондаған, бүйтеді ғой маған, мені тауып ал дейді. Мені тауып ал дейді да, қақта екенін білмеймін дейді. Сосын мен қақтан білемін осының қақта тұрғанын. Сосын апа сәл сабыр етіңіз, қасыңызда бір полицейский сияқты форма киген немесе араб сияқты көрсеңіз телефонды беріңіз деп нөмірін беріп, осындай жерде тұр дейді. Мен тұрған жер мен апам тұрған жер арасы көп болса 100-200 метр. Сондай жағдайлар болғанда бір қызық жағдай. Не себепті адам адасады ол жақта? Былай қарасаңыз бір мешіт жаңа өзінің себебін айтады, есіктері ұқсас дейтін шығар. Енді бізде кез келген жағдай адасқан кезде әйтеуір бір нәрсені бір ғимаратты немесе бір мекемені тауып алады, сол сияқты нәрселер жасалған, бұл жақта сондай шаралар қолданған. Жалпы не себепті адасуы мүмкін? Группаны Әл-Харам мешітіне апара жатқан кезде Меккеде мен әрдайым айтамын, біздің мынау қазақ тілінде не бар, радиогид дейміз ғой, құлақтарына наушник тағылады. Менің сөйлеген сөзімді ол кісілер естиді, бірақ олардың сөйлегенін мен ести алмаймын. Сол барғанша айтып баратыным, кіріп жатқандағы есіктің нөмірін жаттап алыңыздар. Егер тауап жасап жүргеніңізде адасып кетсеңіз, немесе жаңа сағи жасап адасып кетсеңіз, осы нөмірдің есігіне келесіз деп. Сосын оның есік көлемі үлкен ғой енді. 100-ден астам есік нөмірлері бар ол жерде, Әл-Харам мешітінде. Білмеймін, соны кейбіреулер жаттамайды. Жаңа есіктен кіріп барамыз, мысалға, көбінесе біздің кіретін есігіміз 84-ші есік немесе 74-ші есік. Сол есіктен кіреміз да, біреу-екеуі шығады ғой, адасатын. Барлығымыз біреу-екеуі адасып қалады. Ол қай кезде асады? Тауап жасап жүрген кезде. Тауап жасап айланып жүрген кезде қаратас сүйем деген ниет шығарады. Қаратас сүю ол жерде қажылықтың кезінде мүмкін емес нәрсе да.
сол үшін біз айтамыз, ол сүннет амал, біз бірінші тауабымызды бітіріп алайық, бірінші немізді шартымызды бітіріп алайық деген кезде соның ішінде бір екі адам шығады, сол сүймей қоймаймын, сүймей қайтпаймын деген сияқты қалып кетеді да, кейін шығатын кезде жаңағы есіктің нөмірін жаттамаған, мына есік ұқсас деп сол есікке ұқсастықпен басқа есіктен шығып кетіп жатады. Осы жерде шатасады. Қарғыс демекші көбісі елге келген кезде, қазақтан келген кезде ең бірінші сұрақ қойылатын сұрақ сол қара тас сүйдің ба деген. Иә. Қара тас сүймесең онда қашықтан айтамын деген сияқты сипат болады. Тәжірибесіне байланысты, өтіліне байланысты дәреже беріп жатыр. Осы жол бастаушылық салада сіздерде жаңағы өтіліне байланысты дәрежесі ме осы? Бастаушылардың дәрежесі сол бірінші неге қарайды, сол жерді Меккені, Мединаны жақсы білетіндігіне. Сосын жаңағы тіл, араб тілін меңгеру. Сосын бұл жерде енді 25 адам болсын, 30 адам болсын, өте сабырлық керек. Өйткені жаңа ихрам халінде кіреді ғой. Ихрам халінде Минаға барған кезде бір күн бойы ихрам халінде жүреді. 24 сағат ихрам халінде жүреді. Жуынуға болмайды, иссабымен, тек қана жаңағы судың өзімен дәрет алады, судың өзімен жуынып алса болады. Ертесінің азанда Арафатқа барып тұрады. Азаннан кешке дейін сол жерде тұрады. Тағы да ихрам халінде тұрады. Бір киім ауыстырмай. Бір киім ауыстырмай. Әбден күніне 3 рет душ қабылдап қалған кісілер, жаңағы өмір жаяу жүрмеген кісілер, сол кісілерге жаңағы үлкен сынақ сол жерде басталады. Жерге жатпаған дейсіз. Иә, жерге отырмаған, топырақтың үстінде отырмаған. Муздалифа деген жерге түнейтін жерге барған, Муздалифада түнеу уачып қой енді. Сол жерге барған кезде ол жерде кілем жоқ жайылған. Кәдімгі қара жер, өзіңіздің матрасыңыз бар, сол жерге барасыз, сол матрасыңызды төсеп, сол жерде түнейсіз. Сол жерде Алланың алдында кім екенін өзі түсінеді, құл екенін түсінеді. Көп адамдардың сол кездегі жаңағы құлшылыққа келген, Алланың алдында өзінің құл екенін сезініп, өзгерістер сол кезде байқалады. Қаншама қажылар мен білетін, өзім группада алып жүрген, сол қажыға дейін намаз оқымаған. Бірақ қажылықтан кейін намаздарын альхамдулилля тастамаған. Қазір 5 уақыт намаздан көп кісілер. Ол жағда даналығы бар дейсіз ғой. Білмейтін адам бармасам деп ешкімге жат қоя алмаймыз. Жоқ, жаңағы айтып отырмыз ғой, намаз оқымайтын кісілердің өзі барып сол жерде намаз оқып, қазір міне қанша жыл өтті, намаздарын тастамайды. Сол жаққа барып бастаған кісілер. Намаздың ләззатын түсінген кісілер да. Жол бастаушы ретінде қарт адамның қажылығына, умрасына байланысты не айтар едіңіз? Енді біздің жаңағы 20-35, жаңағы 25 пен 30 адам аралығында жол бастаушылар бөледі ғой. Сол кісілердің арасында енді болады, 10 шақты адам қарт кісілер болады. Ол қарт кісілерге жаңағы көзіміздің қарашығында қараймыз ғой кісілерге. Ол кісілерді бірге алып барамыз намазға, бірге алып келеміз. Жеке жібермейміз оларды. Бірге алып келеміз оларды. Оларға жаңағы егерде аяқтары шаршаса немесе қарт кісілер жаңағындай көбінесе шаршап қалады. Мекке қаласында жаңағы не дейміз, арба дейміз ғой, сол алып жүретін кісілер бар. Барлық жағдай жасалған, ешқандай уайым жоқ. Бір кісілер болады, көп жүрсем аяғым талып қалады дейді, үйіп қалады дейді, давлением бар дейді, қан қысымы көтеріледі дейді, ыстық қой дейді. Бірақ альхамдулилля ол жерде ондай нәрсені сезінбейді ол кісілер. Қан қысымы көтеріліп, жаңағы аяғым шаршап қалды деген барлық жағдай жасалған, арбамен алып жүреді, арбамен алып келеді. Керісінше сол қарттар барған кезде өзінің ауруын ұмытып кетіп, жаңағы өзі сөйтіп сауал істеп жүрген кезде мен өзімді 30-40-тағындай сезіндім дейді. Үлкен кісілер, жаңағы 70-тен асқан 80-дегі кісілер 7 рет айландым, бүгін тағы айланам, бүгін барып тағы айланам. Мен Қазақстанда ауылда жүргенде бүйтіп жүрмейтінім көп дейді. Көп жағдайда ата-анасының өздері алып барып жатып қаржат мысалы. Қаржат жетпейді деген сияқты. Жұмыстан алып қалады кейбір балаларымыз. Сол жағдайда осы қаржылық фирмасына табыстап сенім білдіріп жатыр. Осы сені мақтаба ма жалпы негізі? Бұл сені мақталады, жаңағы айтып кеттім ғой. Қарт кісілерге жаңағы баласы немесе қызы келмесе, ол кісілерге қарап жүретін кісілер болмаса, біз мойнымызға аламыз толықтай. Бүкіл жаңағы Меккедегі қанша күн боламыз, Мединада қанша күн боламыз, сол барлығына көзіміздің қарашығында қарап жүреміз. Сіз қызмет етіп жүрген қазақ тренермен байланысты гидтермен жалпы жол бастаушылармен қалай жұмыс жасайды?
Қанша жол бастаушы бар? Бұл жол бастаушылардың барлығы ең кемінде 10 жылдан астам жұмыс істегендер. Бірінші, екінші, үшінші жыл емес деп жатқандар. Барлығының жаңағы 10 жылдан асып кеткен тәжірибелері бар. Қажылық кезінде бұл сан көбейеді. Қажылықтың кезінде біз жаңағы өзі 4 жол бастаушымыз ғой, жетпейміз. Сондықтан бізде мешіт қызметкерлері алынады. Имамдары, наиб имам деген ұстаздары алынады жол бастаушылыққа. Бұрын қажылықта болған, бұрын кіші қажылық жасаған білетін адамдарды осы жол бастаушы қызметіне алынады қажылықтың кезінде. Адам санына шаққан кезде қанша адамға бір жол бастаушы беріледі? Былтыр мысалы қанша? 25 адамнан берілді. Мысалға 25 адам. 25 адам өзі сол жақсы сан. Егер 30-дан асып кетіп жатса, қиын болып қалады. Бір адам егер алмай қалады дейсіз. Өйткені мысалы жаңағы 30 адамнан көп тауап істеуге алып келе жатсыз, бір адам жоғалып кетті. Қалған адам таппай қаласыз. Бір адам үшін. Сол үшін 25 адам жақсы. Бізде жаңағы бір ерекшелігі жаңағы радиогид болады құлақтарында. Ол 50-100 шақырымға дейін естіп тұрады. Жаңағы бір адам алыстап кетіп бара жатса шақырып аламыз, көке бергеніңіз деп. Азаматтарымыз қажылық ғұмырын өтіп болғаннан кейін үйдегілерге не сыйлық алып, қандай сыйлық алып деп алып. Осы мәселеде сіздер қажыларға қол ұшын созып көмек бересіздер ме? Әрине енді бірінші келіп жатқаннан кейін сұрайды. Үйде балдарым бар, немерелерім бар, ағайын туыстарым бар дейді. Соларға не алып барсам болады дейді. Біз көбінесе Медина енді құрманың отаны ғой. Құрма алыңыздар дейміз. Құрманың неше түрлері бар ол жерде. Бір ерекшелігі ол жерде ажуа деген құрма өседі Медина қаласында. Содан алыңыздар. Меккеден енді зәмзәм суы бар. Сосын одан бөлек жаңағы жай намаз, тәсбih аламыз дейді. Сосын бұл жай намаз, тәсбихлердің жаңағы Түркиядан келіп жатқаны бар, Индиядан. Біз осы Мединаның өзінен шығатындар бар. Сол тәсбихінде, жай намазында содан алсаңыздар болады деп көрсетіп жатамыз. Бірге барып жүретін кездер болады сол кісілерге, алатын жерлерді көрсетеді. Орташа есеппен қанша қаражат болу керек? Осы сыйлыққа ғана ғой. Енді орташа есеппен ақш долларын айтатын болсақ, 200-300 доллар болған жақсы. Яғни сыйлық алу үшін. Иә, сыйлықтың өзіне 200-300. Өйткені неге бізге қарағанда бағалары жоғары ол жерде. Біздің елімізден салыстырғанда олардың бағалары жоғары. Зәмзәмді енді біздікілер өтетін елге келетін кезде зәмзәмді молырақ алғысы келеді. Осыған байланысты не дер едіңіз? Енді әр адам басына 5 литр рұқсат етілген. Әрбір қажылыққа келген адам, умраға келген адам 5 литр зәмзәм алып келеді. Енді біреулер сұрап жатыр жаңағы немізге сумкамызға салып жатырмыз. Жаңағы пластмасс бөтелкесі бар ғой. Соған құйып салып жатырмыз дейді. Кейбіреулер өтіп кетіп жатыр дейді. Аэропорттың жаңағы несіне өтетін кезде таможняға 5 литрдан көп болса, сіздің сумкаңыздың су көлемі 5 литрдан көп болса, оны өтпейді алып қояды. Қажылық рәсімдерін орындау барысында жіберіп қойған кемшілік қателіктерге жол бастаушылар жауапты ма, әлде олар өздері жауапты ма? Енді сол біз олар кісілердің қателеспеу үшін бірінші Медина қаласына келетін болса, умраға келетін болса, немесе қажылыққа келетін болса, сол жайында көп айтылады. Азаннан түскен уақытында 1 сағат уақыт бөлініп, 25 адам ғой группамызда, сол адамдарға жаңағы рәсімдерін айтамыз қателеспеу үшін. Түстен кейін Меккеге жаңағы умраға немесе қажылыққа шыққанша барлығын айтып түсіндіреміз. Ал егер оның ішінде көбінесе қателесетіндері ихрам халінде иссаны қолданып қою, осы жерде көп қателеседі. Ал жаңағы Меккедегі тауап жасауында, сағи жасауында қателеспейді алып жүреміз бірге. Ол жерде алып жүреді. Яғни қонақ үйге кіргеннен кейін, өз бөлмесіне кіргеннен кейін өз жауапты. Қонақ бөлмесіне кіріп кеткен екен білмейміз ғой. Олар да байқамай қалады, ұмытып кетеді, жаңағы иссаны қолданып көріп жатады, сөйтіп жатады. Сол көбінесе осы жерде жасады. Қажылық умра барысында фирма белгілі бір саяхаттар ұйымдастырады. Осы саяхаттарда қандай жерлерге барады, не көреді? Енді бірінші Медина қаласына келетін болсақ, Медина қаласында Құба мешіті бар, ислам дініндегі ең алғашқы салынған мешіт.
сол мешітке барамыз. Ол жерде сауабы да үлкен. Ол жерге барып жаңағы 2 рағат нафил намаз оқыған өзіне умраның сауабын сауап береді. Сол жерге барамыз. Сосын 2 құлау қиблатайн деп аталады мешіт. Сол жерге барамыз. Сосын Медина қаласында Ухуд тауы. Сол Ухуд тауының маңында мұсылмандар ислам әлеміндегі екінші соғыс болған. Бірінші соғыс, бірінші соғыс, екінші соғыс, Ухуд соғыс. Сол жердегі 70 шахид бар. Ол жерде жаңағы пайғамбарымыздың немере ағасы Хамза ибн Абдул-Мутталиб пайда сол кісі жерленген. Сол жерге шахидтерге барып сәлем дұғасын айтамыз. Сол жерлерге барамыз. Сосын құрмабаққа барамыз. Құрмабақ, құрманың қалай өсетіні, қалай өсіп тұратыны, қай уақытта жеміс беретіні, бір құрма ағаш қанша жеміс беретіні, сол жерлерді аралатамыз. Ал Меккеге келетін болсақ, Меккеде кіші қажылыққа, умраға келген кісілер жаңағы Минаға барамыз, қажылардың жүретін жерлерін көрсетеміз. Арафатқа барамыз, Муздалифадан өтеміз. Бұл жерде автобуспен жүріп өткізеді. Тек қана Арафат жазығында тоқтайды. Арафат жазығында жаңағы Рахман тауы бар. Сол жерде тоқтап, сол жерде жаңағы қажылықтың рәсімдерін көрсетіп айтып түсіндіреміз. Сол жерде бұл кіші қажылыққа келген. Ал үлкен қажылыққа келген кісілер бұл жерде өздері жүріп жаңағы қажылықтың рәсіміне кіреді ол жерге. А кіші қажылар тек қана саяхат есебінде көріп өтеді. Кейде құлшылық пен саяхатты араластырып не керек дейтін азаматтар болады. Осыған қатысты не айтар едіңіз? Енді қажылыққа келген кісі тарихи орындарды кітаптан оқығаны бар, жұманың кезінде уағыздардан тыңдаған кездері бар. Соның барлығын өз көз алдында елестеткен, енді қажылыққа келіп тұр. Мүмкін ол кісі бірінші рет келіп, екінші рет қайтып келмеуі де мүмкін. Өмірінде бір рет келуі мүмкін. Сол үшін сол жерлерді көзімен көргісі келеді. Сол жерге барып, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху жүрген іздерін, сахабалардың іздерін, жүрген жерлерін көзімен көргісі, солардың оқыған намаздарын, оқып кеткен жерлеріне намаз оқысы келеді. Соның барлығын өздері сұрайды ол кісілер. Ана Құба мешітіне апарасыңдар ма, Қиблатайн мешітіне апарасыңдар ма, Ухудқа апарасыңдар ма дейді. Неге апармасқа? Қажылыққа келген кісілерді Мединаға келіп тұрған сол жерлерге апарамыз. Яғни Құба мешітіне, Қиблатайн мешітіне, жаңағы Ухуд жеріне, Құрмабаққа барамыз. Құрмабақта Осман құдығы деген бар. Ол жер әлі істеп тұр, құрмасы бар, жемісі беріп тұр. Сондай жерлерге апарамыз. Бұл әрекеттердің, яғни бұл саяхаттың құлшылыққа еш кері әсері жоқ. Бұл қажылық амалдар бәрі біткеннен кейін болатын нәрсе ғой. Қажылық амалдар біткеннен кейін. Қажылыққа барар кезде фирманың жол бастаушылар жүйесіне көңіл бөлудің қаншалықты маңызы бар? Әрине маңызы, өйткені мысалға жаңағы бірнеше жылдан бері істеп келе жатқан жол бастаушылар фирмаларда білсе, олардың жаңағы сол жол бастаушыларға түскен қаржылар қиналмайды. Өйткені біледі. Ал жаңағы жол бастаушы енді бара жатқан болса, немесе енді істеп жатқан болса, ол кісілерге сәл қиын болып қалады. Ол сол жерде білгенмен ұйымдастырылушы қабілет болмаса қиындау. Халықты жинау, бірге апарып, бірге алып келу, ешқайсысын жоғалтпай, осы мәселеде көрінеді. Елімізде қажылықты армандап ниеттеніп жүрген азаматтар бар. Ақыл кеңесіңізді айта тұрсаңыз. Қажылыққа ниет етіп отқан кісілерге, барам деп отқан кісілерге ең бірінші жаңағы мешітте имамдарға барып, қажылық бір 10 күндік болса да, қажылық рәсімдерін оқып үйреніп алсын. Қажылыққа баратын кезде тауап жасайтын, сағи жасайтын, немесе жаңағы сөз қандай дұғаларды айтатын, қай жерде соларды үйренсін. Қалған бәрін жол бастаушылар көрсетіп қалады. Зәке, алларыңыз болсын. Келіп хабарымыздың қонағы болдыңыз. Алла тағала енді алда қажылыққа барып жол бастаушылығын нәсіп етсін. Алла тағала иншалла. Мінекей құрметті көрермендер, Аллах тағаланың қалауымен хабарымыз соңына жетті. Аллах тағала баршаңызға қажылық парызын өтеуді нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.